Енді мен жаңа айтып жатырмын, 2000 жылы осы Астана қаласына келген болатынмын. Енді адам баласы негізі арман қуып келеді ғой. Мен шыны керек сіздерге айтайын, Астанаға просто келіп кетейінші деп көргем. Келген кезде бұрынғы Астананың суығы ыстыққан бар ғой, аяз деген қатты болатын, білесіздер ме? 1 метрге дейін қар жататын, аяз көп. Зарплатамыз 5000 теңге. Оның еще бухгалтерия, НДС, подоходный тағы бірдеңе ұстап қалады. Содан 4200 теңге аласын. Онда жатақханада тұрамыз, 4200 теңге бір айға жеткізетініміз бар ғой. Пельмен ала беретініміз әйтеуір, не керек. Пельмен ойлап тапқан адамға рахмет әйтеуір бар ғой. Корейский салат, сарағаш бітті, үшеуімен қоректендік қой, 2010 жылға дейін. Сөйтіп жүрген кезінде мен енді Астанаға кетіп жатқан үйде әке шешем де, достарым, әсіресе класс жетекшім айтқан болатын, сен босқа тек барып қаңып келесің босқа бар ғой. Не істейсің, не бар саған Астана деген? Не сен Астана сен күтіп отыр ма? Жоқ ойынды бағып жүре берші, нең бар Астанада деп. Жоқ барайын, көрейін деп кеткен адаммын ғой. Содан кейін мен жетістікке жетпей қайтпаймын деп өзім сондай өзіме кәдімгі цель қойып қойдым. Кәдімгі бүкіл жерге басым тыға бердім, ана жерге шығамда деп бүкіл әсілімді айтып біреу байқап қалса екен деп, сөйтіп 2009 жылы алғашқы көлігімді алған болатын. Бірінші машинам 2009 жылы Гольф деген машина болды. Пассат, мөлдір білет, алдына отырып алатын, мен айдай алмайын. Сөйтіп әйтеуір машинамен бір 100 метр әрі 100 метр бері орнына қойып қоятынбыз. Сөйтіп жүрген уақытында кеудемде бір ой болды, не болса да ауылға барып көрсетейінші деген. Ол мақтаныш емес, доказать еткім кеп тұр ғой. Сөйтіп не керек, Астанадан Оралға машинамен кеттім ғой. Мөлдір ол кезде екі қызбен пойызға отырғызып жібердім, өзім іштей сенбей тұрмын ана Гольфқа. Сөйтіп жаңағы не керек, қасымда Ерлан деген досым бар, екеуміз машинаға отырып алып кеттік. Жастық қой, қыстың күні, адам жолға шыға ма Гольфпен. Сөйтіп Қостанайға дейін аман-есен жеттік. Уф, дедік әйтеуір. Қостанайдан ары қарай Ақтөбеге жете берген кезде бір ауылдың қасына келгенде дөңгелек жарылды да қалды. Мә, енді не істейміз? Артына шығып қарасақ, домкрат істейді. Домкрат жоқ. Домкрат шығып кеткенбіз ғой. Домкрат былай түсін, дөңгелек жоқ қой депті бар ғой. Жастық қой, не істерімізді білмей қызық көріп шығып кеткенбіз. Сөйтіп не керек екен, мен айттым Ерланға, айтып, сен машинада отыра тұр, құрсын біреу ұрлап алып кетті, тағы бірдеңе етіп жүреді. Новый машина секілді көріп шықпайды. Гольфті айдап кетерді, қызған. Мен мына ауылға барып қайтайын. Ол кезде және КВН-да жүрміз, түріме лицома сеніп, сол ауылға кірдім ғой. Түрі популярный деп тұрмын ғой, КВН қарамайтын қайдан білген, ауылдағылар жаңа орысша КВН ол кезде. Сөйтіп жаңағы ауылда былай жүрмін, вообще ауылдағылар орысша КВН қарамайды екен. Өзімен өзім бүйтіп қоймын, ешкім өзіме әркім өзім өрезі, біреу қойна деп батыр, біреу зейне деп батыр. Қыста енді Тұрсынбек Қабатов ауылдарында жүреді деп ойламаған шығар енді. Сөйтіп қарасам, бір үйдің қасында 4-5 машина тұр екен. Ой, осы үйде домкрат бар шығар, техникасы көп екен деп аулаға кірсем, ешкім жоқ. Мә, иттер жоқ тіпті. Сөйтіп ар жағында үйге кіріп есікті аштым да, кім бар екен дегем. Бір келін шықты, жас келін. Сәлеметсіз бе деді. Сәлеметсіз бе? Үйде бір ер азаматтар бар ма екен? Кіріңіз дейді. Жоқ, үйде ер азаматтар бар ма екен? Кірдім, коридор, әр жерде әртүрлі ғой, бір жерде коридор дейді, бір жерде сене дейді, қайда білмеймін қандай дейді. Кірдім, ана келін тұр, үйде біреу бар ма? Ішімде ойлап қоямын, мынау мені қайда алып баратыр деп жаңағыдай. Отказ жоқ, кетіп баратсың ғой, ше жағадай. Сөйтіп жаңағы ар жағында бөлмеге кірсем, тағы ештеңе демейді. Сөйтіп үйде бір адам бар. Енді шыны керек болған оқиға болғасын айтып жатырмын, түсініңіздер. Сөйтіп ана залға, үлкен қонақ күтетін бөлмеге бүйтіп кіріп қалсам, бір 20 шақты адам отыр ғой. Мен тек кіріп қалып едім барлығы. Уә деп жылап жіберді ғой, шошып кеттім бар ғой. Аллай деп отыр. Мен не істерімді білмей қалдым бар ғой. Ана жерде қалай домкрат сұрайсың жаңағыдай. Домкрат жайына қалды жаңағы. Мен ары қарай кете алмаймын, не ары қарай кіре алмаймын. Мынандай жерде бір бос орын тұр екен, ақырын отыра қалдым жаңағы бар ғой. Бүйтіп үндеп ана кісілер жылап жатыр. Деп не айтарым білмеймін, не ер адам, не әйел адам жаңағыдай. Жан-жаққа қарап қоям, бір фото бірдеңе ілініп тұрған жоқ па екен деп жаңа. Бір кезде жылап болды да, бір ер адам маған бүйтіп қаратты. Сен телевизордегі Тұрсынбек бессің ба деді. Я дегем, сені де таниды екен ғой, деп жылады. Мені құшақтап келіп жылады ғой жаңағы. Қайдан кет? Астанадан кеттім. Астанадан арнайы келдің ба? Жұртына әрекет етіп келмей жатыр деп. Барлығы жылап болды. Мен де үндемей отырмын. Қайғыларыңызға ортақпын деймін. Дұрыс түсініңіздер. Болғасын айтып жатырмын. Іштен бір кезде келін келді, шай ішіңіздер деді. Тағы бір 3-4 адам келіп отыр екен. Барып шай ішіп алдық. Есік алдына шығып, енді кетейін деп. Ерлан машинаның қасында. Мен мына жақта көңіл айтып жүрмін жаңағы. Сосын бір кезде бір үлкен кісі келді. Енді алыстан арнайы келіп жатыр екенсіздер. Зираттың басына барып Құран оқып қайтайық деді ғой.
Мәссаған, мен ана жерде Домкратқа жүредім деп қалай айтасың енді, келіп тұрғасын барайық деп машинаға отырып алып зиратқа кеттік жаңағы. Сөйтсек ауылда 2 зират бар екен, біреу үлкен зират, біреу жаңа зират. Үлкен зиратқа бардық, оның екі орта 30 километр, жаңа зиратқа бардық. Сөйтіп Құран оқып үйге келдік, әйтеуір. Сосын айттым, мен кетейін, жол жүріп бара жатыр едім, осылай. Ана Ерлан қайта тыз қалтамды алып бара жатыр жаңағы. Сөйтіп кетіп бара жатыр едім, бір кісі жездесі-ау деймін. Мен шығарып салайын деп, мен айттым, шығарып салмай-ақ қойыңыз енді. Шығарып салмайды негіз десем, жоқ, алыстан келген екенсіз, шығарып салайын деп. Артынан алғасын. Машина қайда дейді? Машина жаңа шапыр осы ішінде ауылда танысым бар еді. Соған кіріп шыған деген қазір өзім бар. Жоқ, отыр машинаға отыр деді. Машинаға отырып алдық, ауылда айналып жүрміз. Машина жоқ қой, машина далада жатыр жаңағы. Сосын бір үйдің қасында бір нормальный машина тұр екен. О, әне деген. Бұл Әлбек қой, танимын ғой мен. Әлбек алып келді ме сендер деп жаңағы. Сосын жолдан айттым, дұрыстап түсіндірдім. Аға түсініңізші, мен осындай жағдайға түсіп қалдым бар ғой. Біз Домкрат іздеп жүр едім, машинадан дөңгелек жарылып қалды. Үйлеріңізге келсек, осындай жағдай болып жатыр екен енді. Қайғыларыңызға ортақпыз. Сен үйге келген жоқсың ба? Жоқ, сондай случай болып қалды десем, ана кісі айтады. Бәсе, ойлап қоям, Қайырбек сені қайдан таниды деп жаңа дейді. Жүр деп Домкрат бар деп машинаның қасына келдік. Машинаның қасына келсек, Ерлан жоқ. Бұл қайда кетіп қалды деп машина үстіне шығып, сейт әзер ұстайды, телефон бейт. Ерлан қайдасың десем, ан жағын дауыс шығып тұр. Ерлан, қас. Не болды десем, Құран оқып жатыр дейді да жаңа. Сөйтсем, мен үйге кірген Ерлан да кіріп кеткен ғой, машина тұр деп жаңа. Бұл тездет енді деп жаңағы. Сөйтіп машинаның дөңгелегін ауыстырды, 40 минуттай өтті, 40 минуттан кейін Ерланға звондаймын. Ерлан қайдасың десем, не болды десем, Құран оқып жатыр. Алған бітпейтін Құран десем, мен зираттың басында жүрмін дейді да жаңағы. Сондай бір қызықтар болған. Сөйтіп сол машинаны дөңгелек ауыстырып алып ауылға барғанбыз. Сол осы Астана бізге қазір барлығы міне беріп жатқан. Әйтеуір Аллаға шүкір, отбасымыз бар, кішкентайымыз бар, барлығымыз осы Астанаға келіп, Аллаға шүкір, осыдан 10-15 жыл бұрынғы әрқайсымыз елестетіп қарасақ, бүгінгі күнде елестесек, Аллаға шүкір ғой. Әрқашан осылай өркейе берейік, жарқырай берейік, Астанамызбен бірге гүлдене берейік.